Ағымдағы жылы Ақмола облысында ауыл шаруашылық дақылдарының егіс көлемі 5 миллион 400 гектар алқапқа егілетін болады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда жалпы біздің егіс көлеміміз 52 мың гектарға артып отыр. Бізде майлы дақылдардың егіс көлемі 161 мың гектарға артып, өткен жылмен салыстырғанда жалпы 430 мың гектар алқапқа егілетін болады. Картоп дақылында 2900 гектарға артқызып, жалпы 10 мың 500 гектарға картоп дақылдары егіледі. Сонымен қатар 416 мың гектар алқап көлемінде мал азықтық дақылдарды егуді жоспарлап отырмыз. Осы көктемгі дала жұмыстарына 76 мың тонна жанар жағармай бөлінді. Нарықтық бағамен салыстырғанда жанар жағармайдың бағасы 14-15%-ға арзан, литріне 254 теңгеден қазір таңда босатылып жатыр. 12 миллиард теңге қосымша минералды тыңайтқыштардың құнын субсидиялауға қаржы бөлінді. Жалпы биылғы жылға 336 мың тонна минералды тыңайтқыштарды енгіземіз деп жоспарлап отырмыз. Көктемгі дала жұмыстарын қаржыландыру өткен жылы желтоқсан айынан қарқынды түрде басталды. Бүгінгі күнге тауар өндірушілерден жалпы 94 миллиард теңгеден астам қаржыға өтінімдер келіп түсті. Соның 67 миллиард теңгесі бүгінгі таңда шаруаларға қолына берілді. Ауыл шаруашылық техникаларын жаңалауға да үлкен мән беріп отырмыз. Қазіргі көктемгі дала жұмыстарына 37 мыңнан астам ауыл шаруашылық техникалары қатысады деп күтіліп отыр. Техниканың дайындығы бүгінгі таңда 100% дайын. 14 миллиард теңгеден астам өтінім түсіп, бүгінгі күнге 5-6 миллиард теңгеге шаруалар жаңа техникаларға қол жеткізіп отыр. Бізде облыста алғаш рет агрокеңес құрылды. Ол жерде осы шаруашылықта айналысып жүрген негізгі тәжірибелі практик мамандар, ғалымдар жан-жақты агрономиялық кеңес беріп отыр.